Сәлем достар, әріптестер. Қазақша Excel курстарын жазуды ары қарай жалғастырамыз. Бүгін бізде мәліметтерді тез енгізу, автозаполнение, автовод, быстрый ввод деген тақырыптарды өтеміз. Бұл тақырыпта не үшін өтеміз? Мысалы, біз егер де сандарды толтыру керек болса, осылай қолмен толтырамыз. 5, 6, 7, 8, 9, 10 деп. Нормально. Егер де аз сан болса, біз оны толтыра аламыз. Егер де 20 болса, біз осылай 200 санды белгілеп, осы қара точканы, қара крестик шығады осылай, оң жақ төменгі шетіне бұрышқа тигізсек, осылай тарта саламыз 25-ке дейін. Бұл оңай задача. Оңай задача, қазақша қалайда задача. Оңай тапсырма болып табылады. Егер де осындай 100-ге дейін толтыру керек болса, біз оны осылай тартып толтыра аламыз, бірақ та лайфхактары бар. Ол үшін мына жерге 1 деп жазамыз, сосын главный деген вкладкада осы жерде заполнить деген кнопка бар. Осы стрелканы бассақ, прогрессия деген меню шығады. Прогрессия меню не істейді? Ол біздің кестемізді автоматты түрде толтырады. Оны толтыру үшін біз оған шарттарын түсіндіру керекпіз. Сен қалай толтыр таблицаны, соны айтып шығу керекпіз. Біріншіден, біздің ячейкаға қоямыз. Сосын мында по строкам деген бар, по столбцам бар. Арифметический тип, таңдайық, шаг бір таңдайық, кірген значение 10. По строкамды көрейік. По строкам ол 10 жаққа дейін, 10-ға дейін толтырып шықты. Енді, тағы енді по столбцам көрейік. Енді ол 10-ға дейін толтырып шықты. Енді бір нәрсе өзгертіп көрейік. Бірді қоямыз. Қайтадан прогрессия кіреміз. Енді 100 деп жазайық. Бұл жерде по столбцам таңдаймыз. Көріп тұрғанымыздай, біз 100-ге дейін автоматты түрде толтырып шығардық біздің кестемізді. Бұл арифметикалық прогрессия. Арифметикалық прогрессия деген ол әрбір сан сайын біздің көрсеткен шагымыз 1 қосылып отырады әрбір қадам сайын. Енді осылай, бірақ та геометрический прогрессия деген бар. Соны жасап көрейік. Прогрессия, міне, геометрическая, по столбцам, да шагты уже 2-ге қоямыз. 1-ге қойып көрейік. Ештеңе өзгермейді. Өйткені 1-ді 1-ге көбейтсек, 1 шыға береді. Енді бұл жерге шагты 2 қоямыз. Сонда бізде 2, 1-2 көбейтілсе 2, 2-2-ге көбейтілсе 4, 4 2-ге көбейтілсе 8, солай 100-ге дейін осылай біздің кестеміз толтырылады. Бұл геометриялық прогрессия деп аталады. Үшінші тип ол дата, күн. Бірінші стандарт жазайық. Бізге енді жылдың соңына дейін толтыру керекпіз. Біз оны осылай тартып толтыра аламыз. Бірақ та оны осылай толтырмау үшін бізде прогрессия бар. Тағы прогрессия кіреміз. Мұнда автоматты түрде тип датаға өзгерді. Неше күн қосамыз? 1 күн қосамыз. Соңғы дата бізде 31 желтоқсан 2026 жыл. Бұл жерде день, рабочий день, месяц, год деген бар. День деген ол әрбір күн сайын 1 күннен қосылып отырады. Осылай әрбір күн сайын 1 күннен қосылды. Енді осылай, бірақ та рабочий деньге ауыстырайық. Да, басталыпсан қойғымды кеттім. 31, 12, 26 рабочий день. Енді көріп тұрғандай, үші мен кейбір күндерді өткізу жүреді. Өйткені ол бізде сенбі мен жексенбіні санамайды. Мысалы, бізде бүгін 21, 22 наурыз.
Сенбі мен жексенбі? Бізде 21-ші күні, 21-і күні саналмайды. Өйткені сондай алгоритм жазылған. Енді келесі түрі ол бізде месяц деген бар. Әрбір айды шығарады. Әрбір айдың бірінші күні шығып тұр. Мысалы, тағы бір лайфхак бар. Егер де біз айдың соңғы күнін жазсақ, 28.02.26, егер де оны ары қарай өзіміз толтыра берсек, онда әрбір айдың соңғы күні бойынша бізге автоматты түрде толтырып береді. Енді келесі айтатын жағдай авто замена деген бар. Ол біз көп жазылатын сөздерді, мысалы емейлді немесе иінді автоматты түрде толтыруға болады. Ол үшін мысалы мен солай емейл бір деп таңдасам, менде mail.ru деп шықты. Иін бір деп таңдасам, менің иінім шығады. Оны қалай жасауға болады? Ол үшін файл, параметры, правописание, параметры автозамена. Бұл жерде біздің сөздерімізді қосамыз. Мысалы, бізге фио жазамыз. Бірақ фиоды жазбау керек, фио деп жазамыз. Бұл жерде біз енді жазамыз. Иванов или Ахметов, Ахметович. Қостық, енді бір телефон номер. Телефон бір деп жазайық. Өйткені телефон деп жазған сөз керек бізге. Телефон 776. Бір левый номерға салдым. Добавить. Окей. Енді бұл жерге фио деп жазсақ, Ахметов, Ахметович. Телефон бір дейміз. Сол кісінің телефоны слэш шығады. Егер де бұл жерге жазсақ, біз теперь деп такие бір сөздер бар. Мысалы, ошибка деген. Или ошибка. Мысалы, ошибка деп жаза береміз біз. Оны да өзгертуге болады. Айттым параметрға кіреміз. Автозамена. Мысалы, мына қарайық. Мысалы, ночь деп қисық жазыпты. Ночь. Бізде солай жазып көрейік. Ол автоматты түрде осылай жеп шығады. Егер де сізде қандай да бір сөзді қате жазып отырсаңыз, осылай жазып қоюға болады. Автозамена. Мен бұл файлды сохранить етем. Сосын сіздерге жіберем. Осы сабақтың астында осы файл болады. Жұмыс жасай аласыздар. Келесі жағдай, келесі тапсырма, мысалы, бізде осындай выгрузка бар. Бұл бізде сату кездесі электронный техника, принтер, ноутбук, планшеттер қалалар бойынша қанша қалды, қанша бағамен, қанша сумаға қалғаны туралы кесте бар осындай. Осы кестеде бізге осындай тапсырма береді. Әрбір сөздің маған модельдерін алып шық. Әрбір техника модельдері керек. Біз қалай жасаймыз? Біз осылай жаза бастаймыз. Canon, мына жерде MacBook. Осындай бізде тізім шығады автоматты түрде. Enter'ді басыламыз, бүкіл біздің таблицамыз толтырылды. Бірақ та көріп тұрғандай, ол екінші сөз алады. Мысалы жерде смарт часы дейді. Бізге Apple керек. Жерде питание керек. Кейбір жерде дұрыс жұмыс жасамайды. Сондықтан да көп жерде қолданылады, көп жерде қолдануға жарамайды. Немесе егер де ол жұмыс жасамаса, жаңағыдай өз тіліміз осылай Samsung-қа кейбір кез келген жерге қоямыз да, орысша Ctrl-U, английский Ctrl-E-ні басамыз. Сонда бізде кесте автоматты түрде өзі толтырылады ары қарай.
мысалы мына жерге шықты товары деп. Осындай лайфхак бар. Енді біз таблицаның соңына көшеміз. Бұл жерде мысалы біз егер де жаңадан запись түссе толтыра бастасақ, осылай тізімдегі бар товарлардың аты өзі шығады. Немесе оны оң жағына басып, выбрать из раскрывающий списканы басып, бұл жерде біздің товарларымызды автоматты түрде шығады. Одан ары қарай осылай толтыра беруге болады. Тағы бір айтатын жағдай бар. Панель быстрого доступа деген. Мысалы, бізде көп қолданылған кнопкаларымызды осы жерге шығара аламыз. Мен сіздерге форма деген нәрсені көрсеткім келеді. Ол үшін бірінші оны қосу керекпіз. Осылай кнопканы басамыз. Другие команды, все команды. Бұл жерден форма дегенді істейміз. Менде қосылып тұр. Мен оны алдымен удалить етемін. Сосын қайтадан қосамын. Сіздер оны қоса саласыздар. Енді осы жерде форма деген кнопка бар. Форма деген не істейді? Кез келген жерін таңдаймыз. Форма басамыз, біздің кестеміз осындай меню түрінде шығады. Осылай кез келген записьті өзгерте береміз енді. Осы кесте арқылы жаңадан запись қоса аламыз. Мысалы, ID, мен жай жаза саламын, әртүрлі сандар көрсету үшін сіздерге. Добавить басамыз. Бізде жаңадан запись шықты. Енді осы записьті осылай енді удалить ете аламыз. Осындай пайдалы функция бар. Мысалы, сіздер егер осылай толтырғыңыз келмесе, форма арқылы толтыруға болады. Сонымен әріптестер, осымен 6-шы сабағымызда біздің аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.